Сәлем достар, баршаңызға бүгін сіздермен бірге мини пиццалар дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Видеодан көріп отырсаңыздар, біздің пиццамыздың қамыры өте жұмсақ болған. Мен ортасын бөліп көрсеттім, өте ыстық, дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен қамырын илейміз. Ол үшін бізге жылы су, тұз, қант, қамырашытқа қажет болады. Осылардың барлығын жақсылап араластырамыз. Кішкене күнбағыс майын қосамыз, яғни 1/3 бөлігін. Ұнды қосамыз, осылай жақсылап тағы араластырамыз. Ұн мен күнбағыс майды 3-ке бөліп саламыз. Сол кезде біздің қамырымыз жақсы иленетін болады. Ұнды көп қосып жібермеңіздер, тура рецепт бойынша жасаңыздар. Сол кезде қамырларыңыз жұмсақ болады сіздердің. Қамыр жұмсақ болған кезде піскен пиццаның да қамыры өте дәмді, сондай нәзік болып піседі. Жақсылап тұрып қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырды бетін жауып, 1 сағатқа қойып қоямыз көтерілгенше. Қамыр міндетті түрде жылы жерде тұруы керек. Салқын жерде тұрса көтерілмей қалады. 1 сағат тынып тұрды қамырымыз, енді бетін ашып, осылай дөңгелектейміз. Менде осы қамырдан 9 дана мини пиццалар шықты. Осыны дөңгелектеп болғаннан кейін тағы да қамырды шамамен 10 минутқа қойып қоямыз. Он минуттың ішінде біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай күнбағыс майын құйып, табамыздың астын қыздырамыз. Пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Үстіне тартылған сиыр етін салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламыз, жақсылап араластырамыз, қуырамыз. Қуырып жатқан кезде еттің суы шығады, суы жақсылап тартылуы қажет. Енді жақсылап қуырып болғаннан кейін табамыздың бетін жауып қоямыз, отымыздың астын сөндіреміз. Бізге керек осындай қызанақ, тұздалған қияр, біреуі жеткілікті болады. Осыларды 4 бұрышты етіп, турап шығамыз. Мен бірінші қызанағымды 9-ға осылай бөлдім, 9 бөлікке, өте жұқа етіп. Қалған артылған қызанақты осылай 4 бұрышты етіп турап тастадым. Енді ірімшігімізді үккіштің ең майда көзінен өткіземіз. Біздің ірімшігіміз дайын болды. Менде сулугуни деген ірімшік, сондай дәмді ірімшіктердің бірі. Енді көтерілген қамырымызды жайлап қолымызбен дөңгелек етіп жаямыз. Дәл видеодағыдай етіп. Өте тойымды пицца. Бізде үйдегілердің барлығына ұнады. Жасап көрсеңіздер болады.
үлкен пиццаға қарағанда осы пиццаны жасаған және жеген өте ыңғайлы. Үйдегі адам санына байланысты жасайсыздар. Бізде үйде адам саны 4 адам болғандықтан бізге осы 9 дана жеткілікті. Менде асығыс болғандықтан мен пиццаға арналған соус жасамадым. Дайын сондай кетчупты осылай жағамыз. Кейінгі видеомда сіздерге пиццаға арналған соусты бірге жасайтын боламыз. Өте дәмді соус, дәл мейрамханадағыдай болып шығады. Енді салмасын саламыз. Ең бірінші тартылған етімізді піскен. Оның үстіне тұздалған қиярымызды туралған. Қызанағымызды саламыз. Ең үстіне осындай дөңгелек етіп туралған қызанақтарымыздың әр пиццаға бір-біреуден қойып шығамыз. Ең соңында үкіштен өткізілген ірімшігімізді осылай бетіне салып шығамыз. Алдын ала пешімізді 220 градусқа қыздырып аламыз. 220 градуста шамамен 10-12 минуттай пісіріп аламыз. Біздің мини пиццаларымыз пісіп шықты. Қарап отырсаңыздар, өте керемет болып піскен. Сочный болып. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деген сенімдемін. Ортасынан кесіп көрсетейін сіздерге. 10 минутта піскен пиццамыз біздің керемет шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақбота Садыкова. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше.